Сәлем балалар, 3-ші сынып қазақ тілі 24-ші сабақ. В дыбысы тақырыбы. 20-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшықеттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Ал енді мәтінге байланысты берілген сұрақтарды оқып жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін велосипед туралы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Бірінші сұрақ: велосипед қандай мағына береді? Екінші сұрақ: велосипедтің түрлері. Үшінші сұрақ: велосипедтің пайдасы. Келесі сұрақ: мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді тауып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа. Мәтіндегі В дыбысы бар сөздер велосипед, автомобиль және автобус. В дыбысы ұяң айтылады. Велосипед пайдалы көлік тақырыбында өз ойыңмен бөліс. Велосипед адам ағзасына және бұлшықеттеріне өте пайдалы жаттығудың бір түрі. Әрі, велосипед жүру барысында өзінен ешқандай улы газ бөлмегендіктен экологияға орасан зор үлес қосады. В ұяң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Вагон, автобус, паровоз, Асқаров сөздерінде. 21-ші жаттығу. Мәтіннен В әрпі бар сөздерді теріп, жазып оларға дыбыстық талдау жаса. Велосипед. В дауыссыз ұяң, Е дауысты жіңішке, Л дауыссыз үнді, О дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, И дауысты жіңішке, П дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке, Д дауыссыз ұяң. Автобус сөзі: А дауысты жуан, В дауыссыз ұяң, Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, Б дауыссыз ұяң, У дауысты жуан, С дауыссыз қатаң дыбыстар болып табылады. 22-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші сөйлем: мен мектепке автобуспен барамын. Екінші сөйлем: қыздар волейбол ойнады. Үшінші сөйлем: ұлдар футбол ойнады. Төртінші сөйлем: олар вальс биледі. Шығармашылық үзіліс. 23-ші жаттығу. Ойлан, тап. Жоғарыдағы берілген велосипедте суреттегі үшбұрыш пен дөңгелек санын анықта. Велосипед суретінде үшбұрыш 2, ал дөңгелектердің саны 5. Велосипед суретіндегі тірек сөздермен сипаттау мәтінін құрастыр. Велосипед көлемі әртүрлі, үлкен, кіші болады. Оның балаларға, үлкендерге арналған түрлері бар. Ол адамның аяқ бұлшықеттеріне, денсаулығына өте пайдалы. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.